бұл фанера. Мұндағы жұмыстардың барлығы осы фанерадан жасалынған бұйымдар болып табылады. Мен сендерге қазір енді 80-ші мектеп, IT мектеп лицеймен бірінші наурыз алғыс айту күніне орай кішігірім мастер-класс сабағын компьютерде жасап көрсетемін. Сосын 80-ші мектеп курсына алғыс ретінде табыстайтын боламыз. Так. Так, оқушылар. Экранға шығып тұр ғой, иә? Біз бірінші жасалатын бұйымды Corel бағдарламасында өңдеп аламыз. Corel бағдарламасына кіреміз. Біз жасалатын жұмысқа жазу үшін әріптер функциясын таңдаймыз. Так, бірінші наурыз алғыс айту күні деп жазамыз. Бірінші. Қазақша қойып алайық. Алғыс айту күні дегенде біз шара алайық. Одан басқа неше алғаш. Başına algыс айту күні астына номері Мектеп деген кейін сызықша қояйық. Қате звукта болдың ба? Так, бұны енді біз бұны times романға ауыстырамыз, жеріне әріп қыламыз, осыны сақтаймыз. Бұл Corel бағдарламасында өңделген жұмыстар.
Ал енді біз лазерный станоктың бағдарламасы, арнайы бағдарламасы AirDWorks программасына кіреміз енді. Енді біз жаңа CorelDRAW бағдарламасында өңделген жұмыстарды AirDWorks бағдарламасына көшіріп алып келеміз. Және біздің сақтаған алып келіп қойдық. Енді біз жазулары дайын. Енді біз медаль түрінде жасайтын болсақ, медальдің сызбаларын жасап алуымыз керек. Бізде алдыңғы дайын сызбаларды да жасауға болады. Енді кішкене түсінікті болу үшін басынан бастап жасап керек деп ойлаймын. Енді бұл медальдің сырты болып табылады. Енді бұның кішкене оюлармен әсемдеу үшін кез келген бұйымның, дайын бұйымның ою өрнектерін пайдалансақ болады. Мысалға, мынаны ашайық. Дайын тек карталар бұлардың бәрі. Бұлар енді бізге қажет нәрсемізді алдық. Енді мына ою өрнектерін өңдеп аламыз. Көрініп отыр ғой, жақсы? Иә. Осының барлығын мен негіз басында құрбаннан үйренген ғой, құрбан ағайларыммен. Орталығына келтіріп аламыз. Орталыққа келді ма? Бұл дайын. Енді біз жаңағы жазылған жазуларымызды медальдің ішіне орнататын боламыз. Қазір 1 наурыз алғыс күні деп бір жазып алайық.
қойып қойсақ болады екен. Ал енді бұл жерде түсіндіретін тағы бір мәселе, бұны принтерге жібермес бұрын ең бірінші осында мына жазуларды қызыл бояуға ерекшелеп аламыз. Қызыл бояу дегеніміз бірыңғай жону, скан. Бұл ағылшын тіліне аударғанда, қазақ тіліне аударғанда бірыңғай жону деген мағынаны білдіреді. Оюды да қызылға бояп аламыз. Ал енді сыртқы медальдің сыртқы бетін кесу үшін кут батырмасын басамыз. Кут дегеніміз ол кесу деген мағынаны білдіреді. Ол кесудің беретін лазердің қатты жай беретін функциялары өзіміз қолдан қоюға болады. Мысалға фанера материалын кескенде оған қаттырек күшті лазердің күші керек та, ал ромарк материалын кескенде оған жай лазердің күші жетеді. Бұл себепті оларға арнайы өлшемдерін қойып аламыз. Кут батырмасын мына жерден анықтаймыз. Скан болса, ол бірыңғай жону. Біз қырқуға кесуге болғаннан кейін кут батырмасын таңдаймыз. Және қызыл батырмасын таңдау үшін біз жылдамдығы 200 болады. Лазер күшінің жылдамдығы 30 да болады. Енді біз оған скан батырмасын таңдап бұйрық береміз. Бірінші барлығын аламыз. Енді біз лазерлік станокта материалды орнататын боламыз. Bir ерекшелігі болады. Справалайық жұмысты. Бұл жұмысымыз уже лазерлік станокта орындалып жатыр. Ал енді оқушылар, біздің жұмысымыз лазерлік станокта өңделіп жатқан кезде сіздер алдағы бұрын өткен сабақтарда STEM қолөнер үйірмесінде жасаған жұмыстарыңызды біртіндеп қолдап шығатын болайық. Таныстырайық, 80-ші мектеп ұжымына өзінің жасаған дүниелерімізді көрсетейік. Жарай ма? Так, бірінші, кім бастайды? Жағанбек, өзің бастап бірінші. Мен сіздерге бешіктің макетін. Бұл бешікті біз лазерлік станокпен жасадық. Бешікті сәндеу үшін біз оюлармен өрнектедік, және де 13 таңдарды макеттің ашықтығы 80-де 70. Келесі, Ержан. Менің бүгінгі түсіндіретін жолының аты көлік модельдерінің басқалар сияқты қарым-қарым бағдарламасына істейміз. Көрілді. Жұмысты жасау жолдары станокке салып, қарым-қарым бағдарламасы арқылы өтеміз. Және де бұл жасау жақсы болып
Nasıl болып келеді? Ұйымның туған жиналысқа жиналыс. Дәуіт келесі. Саламатсыздар, жастарға қатысушылар. Бүгінгі менің айтып өтетін ұйымым ол Орыс Милад. Орыс Милад 1996 жылы соғыл асал дейтін екінші жолы бітті. Ол Иранның астанасында соғылған. Оның биіктігі 415 метр. Иранның ең биік ғимараты. Ол телевидение, радио, электробайланысқа арналып жасалынған. Оның жасалуына келсек, материалы 3 мм фанерадан жасалынған. Ең алдымен бірінші CorelDRAW бағдарламасына кіріп, өлшемімізді өлшеп, сызбамыз сызып аламыз. Оны өңдеткеннен кейін PDWorks лазер станогының бағдарламасына кіріп, кесіп аламыз. Яғни ағылшынша куб батырмасын басып кесіп аламыз. Оны біткен бұйымды, кесіп біткен бұйымды туға ағаш дейінен жасырып аламыз. Жобам Paris көпірі. Бұл көпірді біз ағайдың көмегімен CorelDRAW бағдарламасында сызылып өңделіп жасалған. Бұл біз 40 дана шабылған. 6 метр проекттарға жалғанған. Бұның ұзындығы 1 метр 30 сантиметр және ені 25 сантиметр. Достар, бүгін мен сіздерге лазер станогында қалай портрет жасау керектігін түсіндіретін боламын. Мысалға алатын болсақ, Абай портретін алатын болсақ, бүгін Абай портретін түсіндіретін боламын. Бірінші кезекте біз Абай атамыздың фотосуретін кез келген интернет желісіне сақтап алып, оны изменить етіп өңдейміз. Өңдеу кезінде біз түстерін қара бұлыңғыр етіп, ақ қара түске енгіземіз. Енгізіп болғаннан соң бірден RDFox программасына ауыстырып, оның өлшемдерін кесіп аламыз. Портретті бірыңғай жону, яғни ағылшын тіліне аударғанда скан деген функция арқылы орындаймыз. Ал шеткі рамкаларына келетін болсақ, олда кесу, яғни куб деген біздің лазерге салған жұмысымыз дайын болып қалды. Енді осының бетіндегі қорғаныс қабатындағы пленкасын алып тастаймыз. Енді уақыттың тығыздығына байланысты Жуан ағай кішкене оңайлау болсын деп кішкене жұмыс жасап. Кішкене интернеттеріңіз қатып жатыр. Қатып жатыр ма? Біздің міне жұмысымыз дайын болды. Номер 89-шы IT мектеп лицейінің атына, номері 80-ші IT мектеп лицейінің атына 1 наурыз алғыс күніне байланысты сіздерге деген алғысымыз. Шексіз сіздерге рахмет. Енді байланысты. Рахмет. Номер 80-ші IT мектеп лицейінің ұстазы Есенбек Құрбаналы ағайымызға сөз кезегін берейік. Ол кісіде жасаған жұмыстарымен таныстырып, біздің оқушыларға шебер сынып
бұйымдарын таныстырса. Сөз sizlerde. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, мұғалімдер, қатысушылар. Мен дауысым естіліп тұр ма? Естіліп тұр, жақсы. Маған демонстрация берсеңіздер, мен кішкене бірінші слайд көрсетейін. Одан кейін екінші телефонмен екінші рет зумға кірем. Сол жерде де маған рұқсат берсеңіздер, кабинетті телефон арқылы екінші зуммен кіріп таныстырсам. Бірінші, жалпы осы STEM кабинеті туралы, STEM жұмыстары жайында қысқаша мағлұмат бере кетсем. Рұқсат болса, демонстрациямды жасайын. Экран көрініп тұр ма сіздерге? Жақсы, онда STEM білім беру арқылы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. Жалпы енді осы жерде STEM деген не ол? Жалпы STEM-дің сөзіне кішкене мағына бере кетейік. Жалпы бұл жерде STEM дейтін бізде екі түрлі ұғым бар. Бірінші Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics деген сөз екенін барлығы жақсы біледі. Соның ішінде біз арт бөліміне кеңінен назар аударамыз. Себебі STEM бөлімінде арт бөлімі информатика мен технология пәндерінің бір-біріне жалпылама кірісу арқылы байланысады. Енді дәстүрлі білім берудің басты мақсаты білімді үйрету және осы білімді ойлау және жасауға пайдалану десек, STEM тәсілі алған білімді нақты дағдылармен ұштастыруға үйретеді. Яғни қазір біз жаңа байқағанымыздай сіздерге ErdoWorks-тың жалпы лазерлік станоктың қалай жұмыс жасайтынын айту арқылы бірнеше минуттың ішінде сіздердің қолдарыңызға сол затты ұстауға мүмкіндік берді. Яғни дәстүрлі білім беруден басқа айырмашылығы дәл болып жатқан процесті көз алдарыңызда көруге мүмкіндік береді. Жалпы STEM технология осымен артықшылық болып табылады. Енді арт бөліміне қысқаша тоқтала кететін болсақ, біз білуіміз керек жалпы қалай жұмыс жасауға болатынын. Егер даусым естілмей жатқан болса, бірден ескертіңіздер, мен қайталап айтайын. Енді қараңыздар, арт бөліміне жеке тоқталу дегеніміз, бізде сол жақта естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Енді жаңадан бері сіздер лазерлік станокты пайдаланғанда сіздер CorelDRAW-ны өте жақсы білесіздер. Бұл жерде бір нәрсені дұрыс түсіну керек. CorelDRAW арқылы біз 3D модельді сыза алмаймыз. Яғни біз CorelDRAW-ның негізгі атауы ол векторлық бағдарлама болғандықтан біз бар болғаны векторлық графикті ғана көре аламыз. Егер біз үй немесе 3D модельдегі заттарды сызатын болсақ, мінекей оң жақ астында көрсетілген схемада бұл Corel'де жасалған модель. Негізінде CorelDRAW-да бар болғаны лазерлі станокқа немесе ЧПУ станокқа модельді ғана бере аламыз. Ал 3D модельдерді сызу үшін негізінде қарапайым тегін SketchUp бағдарламасын пайдаланған өте тиімді. Сонда біз SketchUp-тағы модельді CorelDRAW форматқа айналдырып, одан кейін барып, біз лазерлік станокқа немесе ЧПУ станокқа бере аламыз. Ал және де SketchUp-тың бір артықшылығы шыққан модельді 3D принтерге де беруге болады. Егер біз
SketchUp'та сызылған модельді Corel айналдыратын болса, онда лазерлік станокпен чипуды қолдана аламыз. Ал егер SketchUp'та сызылған модельді 3D күйінде қалдыратын болса, біз 3D принтерде сыза аламыз. Осыны жақсы біліп алған дұрыс. Келесі, бізде енді көп мектептерде Steam кабинеті жоқ деп айтады. Бізде мектепте сұраққа егер бізде Steam кабинет 3D модельдеуді пайдаланып жұмыс жасауға болады. Ең бірінші ол Arduino микроконтроллер. Жаңа мен байқағаным, сіздерде шыққан жұмыстарда мынау бір башняларыңыз жанып тұр, иә, диодтар жанғанын көрдім. Сол жерде ақылды ету үшін осы Arduino программасын қолдануға болады. Сайты ретінде tinkercad.com дейтін сайтқа кіріп, осы жерде жұмыс жасап көрсеңіздер болады. Егер ол кабинетте жас оқушылар қатысатын болса, және ол жерде Lego EV3 компонентін қолданатын болсаңыздар, Bricklink дейтін сайтты пайдалануға болады. Яғни ол жерде біз Legoның онлайн версиясын құрай аламыз. 3D модель сызу керек болатын болса, және бізде станок жоқ болатын болса, немесе станокқа сызатын программа жоқ болатын болса, Tinkercad сайтына кіріп, Arduino'дан бөлек 3D модель сызуға да болады. Яғни, SketchUp бағдарламасының онлайн версиясында Tinkercad сайтында пайдалануға болады. Келесі, Lego'да сіз робот құрастырсаңыз, сол құрастырған роботты жүргізіп көру қажеттігі туындайтын болса, Lego'ның виртуальный машинасын пайдалануға болады. Сол жерде отырып біз роботтардың жүруін немесе белгілі бір лабиринттен шығуын қадағалай аламыз. Және таза программалау тілі керек болатын болса, онда біз Scratch программасын пайдалана аламыз. Яғни, Steam кабинеттің жоғы ол проблема емес. Төменде көрсетілген Tinkercad сайтының негізгі қызметі, егер сіздер Scratch немесе блок бағдарламасын білетін болсаңыздар, онда сіздер блокпен код жаза аласыздар. Яғни, диодты жағу, күту, диодты өшіру деген сияқты. Ал егер сіздер ересек 7-8 сыныптың оқушылары болатын болсаңыздар, сіздер ол кодты өздеріңіз C тілінде программалап жаза аласыздар. Әрине, оның барлығын онлайн жасауға болады. Bricklink сайты арқылы біз Lego'ның негізгі компоненттерін пайдалану арқылы өзімізше робот сыза аламыз. Яғни, өзімізге қажетті Lego'ның наборын импорттап аламыз. 455-44 дейтін наборды естулеріңіз бар шығар. Ол барлық STEM және Steam кабинеттерінде бар. Осында алып келіп, Lego'ның компонентін импорттап, одан кейін модельді құрастырып, ең соңында экспорттауға болады. Яғни, модельдің инструкциясын жасап шығаруға болады. Tinkercad.com сайт арқылы 3D модельдің жеңіл инструменттерді пайдалану арқылы экспортталатын модель жасауға болады. Бұдан шыққан модельді 3D принтерде шығаруға болады, немесе 2D форматқа айналдыру арқылы жаңағы сіздер қолданып жүрген CorelDRAW программасына да жүктеуге болады. Virtual Toolkits робот сайты бұл сіздер Lego EV3-де құрған роботтарыңызды осы жерде онлайн жүргізіп көруге болады. Яғни жылдамдығын беруге болады, алға, артқа, оңға, солға, лабиринттен шығару, роботтардың төбелесі деген сияқты программаларды осында жасап көруге болады. Және де Scratch программасы арқылы біз қарапайым компьютерлік ойындарды жасай аламыз. Осымен жалпы Steam кабинетінде болу керек болған программалармен негізіне таныстық. Енді сіздерге мен екінші телефоннан кіріп жатырмын. Модератор жігіттер, маған рұқсат берсеңіздер, мен екінші станокты көрсетуіме.
Енді сіздерге осы Scratch бағдарламасы арқылы сызылған модельдің біреуін көрсетейін. Мұқият болсаңыздар. Мінекей SketchUp бағдарламасын қазір мен ашамда бірнеше сызылған модельдерді көрсетемін. Менің жағдайымда SketchUp 2020 рабочий столдан байқаған болсаңыздар, менде де күндіз түні CorelDRAW'мен жұмыс жасаймын. Яғни лазерлі станокқа да, ЧПУ станокқа да мен осы CorelDRAW бағдарламасын қолданамын. Ал 3D модельді сызатын болсам, мен міндетті түрде SketchUp бағдарламасын пайдаланамын. Алдарыңызда тұрған кез келген модельдің біреуін ашып, оны қалай экспорттауға болатынын көрсете алайын. Бізде жақын арада KiUZ-дің бағдарламасы сызылған. Егер осы KiUZ бағдарламасын лазерлі станокқа немесе ЧПУ станокқа шығару керек болатын болса, онда осында сызылған модельдерді мен экспорттап аламын CorelDRAW форматына. Сіздер жақсы білесіздер, лазерлі станоктардағы ағаштарды бір-бірімен байланыстыру үшін біз ShipBaz дейтін әдісті қолданамыз. Білесіздер ғой, ShipBaz дейтін әдісті. Кері байланыс болсын. Жақсы, ShipBaz әдісі дегеніміз ағаштардың бір-бірімен байланысуы. Менің жағдайымда киіз үйдің уықтары және керегелері бір-бірімен ShipBaz әдісі арқылы байланысқан. Мінекей, мынау менде киіз үйдің уықтары келіп қосылатын бөлімі. Осы модельді аламында мен CorelDRAW форматында экспорттаймын. Экспорттау өте оңай. Қажетті модельді таңдаймын. Сіздерде ол жай ашылуы мүмкін. Прямоугольник таңдап, модельді прямоугольниктің ішіне